Мысалы, қазір өте танымал режиссерлер, болмаса бір танымал блогерлар әлеуметтік желіде, инстаграм арқылы пәтер, көлік, әртүрлі ойындар ұйымдастырып жатыр. Мен сізге айтамын, заң аясында бұған шектеу тыйым салынған. Оған тікелей жауапкершілік бар. Заң аясында тек қана бір ғана орган лотерея ойната алады, ал басқа азарттық ойындардың өзінің бір реттеулі тәртібі бар. Сол барлық блогерларға айтарым, олардың әрекеті заңсыз. Жаңағыдай біз 300 миллион теңгелік, 200 миллион теңгелік үйлерді қойып жатырмыз, 5000 теңгеден бізден бір билеттер алыңыздар деген. Ол заңсыз әрекет. Ол үшін жауапкершілік бар. Ол жауапкершілікке оларды тарту қажет. Министрліктің алдында да бірнеше рет сұрақ қойдық. Қазір сол бізде тренд болып бара жатыр. Халық соған сенеді, олар ойнатады, одан кейін барып халық шулайды, әділетсіз ойнатылды, бір түсініксіз билеттер, түсініксіз бір қорапшалар, оларды бір